Петропавл жастар ресурстық орталығында белсенділері бос орындар жәрмеңкесі акциясын өткізді. Басты мақсат 14 пен 35 жас аралығындағы жастардың жұмысқа орналасуына көмектесу. Еріктілер мен белсенділер облыс орталығының орталық көшелерін аралап, жүргіншілерге, сондай-ақ қоғамдық көліктегі жолаушыларға парақшалар мен брошюралар таратты. Мұндай акция айына 3 рет өткізіліп келеді. Бұл оқудан бос уақытында жұмыс істегісі келетін жастарға таптырмайтын мүмкіндік. Біздің коллективте 17 адам жұмыс істейді. Және де осы сан күннен күнге артуда. Мен ойымша бұл жастарға, колледж студенттеріне, мектепті бітірген түлектерге өте жақсы мүмкіндік. Олар практиканы, жастар үшін практиканы өте алып, ерікті болып, яғни волонтерлікте өз дағдыларын көрсете алады.